Құрметті желі қолданушылары, бүгін Отырар ауданы, Отырар ауыл, Отырар жалпы білім беретін мектебінде Отырар ауданының 90 жылдығына орай керемет іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Ендеше ішке кіріп бірге тамашалап көрейік. Біз қазір мектеп ішіне кірдік, оқушылардың жасаған жұмыстарымен бірге танысып, сұхбат алып көрейік. Мерекеңізбен бүгінгі жасалып жатқан жәрмеңкенің мақсатына келсеңіз, өз ойыңызды білдіре кетсеңіз. Сәлеметсіздер, бүгінгі жасап жатқан мерекеміз бұл Отырар ауданының 90 жылдығына байланысты күзгі аса жәрмеңкесі болып табылады. Біздің ұйымдастырып жатқан мақсатымыз мерекелер мен молшылықтың еңбегіміз артсын деген ниетпен ұйымдастырып жатқан күзгі аса жәрмеңкесі болып табылады. Жауабыңызға үлкен рахмет. Ендеше оқушылардың жасаған жұмыстарын тамашалайық. Қазір мектеп ішіне келдік, ұстаздар қауым мерекелерімен құттықтайық. Құрметті ұстаздар, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті Керімбек ағай, сіз енді осы мерекеге қатысты өз ойыңызды, өзіңіздің құттықтауларыңызды білдірсеңіз. Рахмет. Сендердің де мектептің тыныс тіршілігін аралап жүргендерін бағанан бері бақылап тұрмын. Мереке, ұстаздар мерекесі құтты болсын. Әрі күзгі науқан, күзгі жиын терінмен сәйкес келіп жатыр. Жаңа өздерін бақылаған болуларын керек. Жәрмеңке өтіп жатыр. Енді бізде осы ауданымыздың өзімізге ерекше қуаныш болып тұр. Өзі ауданымыздың атауы Отырар, ауылымыздың аты Отырар, мектебімізде Отырар. Сондықтан бізде ұстаздар қауымы осы мерекемен 90 жылдық ауданның тұспа-тұс келгеніне өте қуаныштымыз. Біз үшін ерекше қуаныш. Әрі ұстаздар мерекесімен қатар келіп жатқан жағдайы бар. Енді мына жерде әріптестерімізбен мына мәселені талқылап тұр едік. Білім және ғылым министрлігінің 130 бұйрығына сәйкес мектептің ұстанатын бағыт-бағдары, тақырыбы, мақсаты айқындалатын мектептің миссиясы жобасы ұсынылып жасалынды. Осымен таныстырып жатқан жағдайым бар. Оған әрине ауылымыздың белгілі азаматы, кәсіпкер Абилаханов Серік ағамыздың осы мектептің түлегі кеше ұстаздар мерекесіне және де Отырар ауданының 90 жылдығына тарту есебінде мынандай кереметтей стендімізді жасап беріп жатқан жағдай бар. Біз үшін үлкен қуанышты жағдай. Алғысымызды айтамыз. Осындай түлектеріміз, мектебіміздің шәкірттері көп болсын деген тілек білдіреміз ұстаздар қауымының атынан. Және де мынау 90 жылдық мерекеге керемет тарту деп есептейміз. Біздер үшін, ұстаздар үшін керемет қуанышты жаңалық деп есептейміз. Рахмет. Құттықтауыңызға үлкен рахмет. Біз ендеше ары қарай мектебіміздегі жағымды жаңалықтарды таныстырумен жалғастырамыз. Біз қазір мектеп ауласына шықтық. Мектеп ауласында да кереметті жұмыстар жүргізіліп жатыр екен. Ендеше мектеп ауласындағы жұмыстармен бірге танысайық. Ағай, бүгінгі жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысымен таныстыра өтсеңіз. Рахмет. Енді мынау өздеріңізге белгілі ауданымыздың 90 жылдық мерей тойына байланысты мына Отырар орта мектебінің ұйымдастыруымен қылқан жапырақты ағаштарды егуді бастадық. Осы 90 жылдық мерей тойға орай 90 түп осы ағаштарды егуді мақсат етіп отырмыз. Қазір енді күз айы болғандықтан қазір декоративный осы қылқан жапырақтарды талдарды егіп жатырмыз. Құда қаласа көктемге қарай тағы да лайықты ағаштарды отырғызатын боламыз. Рахмет. Жауабыңызға үлкен рахмет. Құрметті жерлестер, құрметті Отырар ауданы тұрғындары, әлеуметтік желі қолданушылары.
ауданымыздың 90 жылдық торқалы тойы құтты болсын.